Assalamu alaikum xanımlar мен мырзалар. Баршаңыз тек аман боларсыздар. Әуелі мен өзімді қысқаша таныстыра кетейін. Менің аты жөнім Әлихан Жаналтай, әкемнің аты Дәлелхан Жаналтай, атамның аты да Жанымхан Тілеубайұлы. Мен осы ұзақ жылдардан бері Германияның Мюнхен қаласында тұрамын. Екінші бір сөзбен айтқанда, 1954 жылы Үндістанның Кашмир өлкесінде туып өскенмін. Сонда 1969 жылына дейін тұрғамыз, 10 классқа дейін оқығанмын. Содан кейін 1969 жылдың соңына таяу Түркияға көшіп келдік. Түркияның азаматы болдық. Онда сол 11 класс бітіргеннен кейін жоғарғы оқу үшін Қытай тілін үйрену үшін 10 шақты жолдасымен бірге Тайванға барып оқығанбыз. Одан қайтып келгеннен кейін басқа жұмыс салаларда жұмыс істедік. Сонда менің жасым қазір 63. Бұл топтың ішінде айтылып жатқан пікірлер, оқып жатқан лекциялар, айтыс-тартыстар, түрлі көзқарастар қырғи-қабақ соғыс яки салқын соғыс жылдары есіме түсірді. Өзім 18 жыл бойы осы Мюнхен қаласында жұмыс істеген Азаттық радиосы есіме түсті. Өздеріңіз білесіздер, Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Еуропада, сол қатарда әлемде тыныштық, бейбітшілік орнатылмай деп отырған уақытта, керісінше батыс елдері көңілдер қалып мазасызданды. Өйткені солармен бірге бұл Еуропадағы фашизмді жеңген Совет одағының қаупі бұларға қарай өсе бастады. Олар шығыс Еуропалық өз ықпалына алғаннан кейін, батыс Еуропа болсын, Америка құрама штаттары болсын, бұлар бәрі үрейленіп, бұған қарсы сақтық шаралар алу үшін әрекетке өсті. Сонымен екі жақ арасында егестер пайда болды. Осы егес әртүрлі қарулану процестері болсын, басқа пропаганда бұның бәрі сол айланып келіп, сол салқын соғыстан аталды. Ағылшындар бұны Cold War дейді, кейін қазақтар баспасөздерінде қырғи-қабақ соғысы деп айтып жүрді. Осы қырғи-қабақ соғысы жылдар кезінде міне қауіп-қатерлер егес арты өскеннен кейін батыс елдері, әсіресе Америка құрама штаттары, сол Екінші дүние соғысынан қалған біздің түркістандық халық өкілдері, атап айтқанда Орта Азия және Қазақстан халық өкілдерінен қалған тұтқындардың ішінен зиялылықтарды тауып, солармен ақылдасып 1953 жылы Азаттық радиосын құрды. Салқын соғыс кезінде қырғи-қабақ сөзінде білесіздер, советтердің, орыстардың, әсіресе мұсылман халықтарына Орта Азиядағы болсын, Түркістан аймағында болсын, Қапқаз аймағында болсын, аяусыз әрекеттер жасалды. Біз радиода жүрген уақытта бізді сатқын деуші еді, опасыз дедік. КГБ-ның қара тізімінде дедік, аңдуасын дедік. Бізге де сендер опасыңдар, сатқынсыңдар деді. Біз не айттық? Міне, біздің айтқанымыз міне сол қазақ тарихы, Алашорда басшыларының дін туралы айттық. Болған уақиғалар айтып өтті. Бірақ не болды? Алла Тағала міне сәуде тарқағаннан барып міне 25 жылдың ішінде барлығын білді. Әлгі біз бір ұлтпыз, анамыз деп жүрген бәрі түртектес халық екенін білді. Міне кезінде Алаштың маршы бар еді. Арға там ер түрік, біз қазақ еліміз деген. Бұл бекерден айтылған бір марш емес. Ал Мағжан атамыздың айтып кеткен сөз бар. Түркістан екі дүние есі ғой, Түркістан ер түріктің бесі ғой деп. Бұл да бір өлең. Бекерге айтылған нәрселер емес. Осымен жағаластығы. Бірақ Алла Тағала осы Түркістан атауын қорғап келді. Міне, Аллаға шүкір, сол атаудың сәлдесінде дұшпандар жоғалды. Енді кезек, міне, Шығыс Түркістан. Бұл атауды аузымыздан түсірмеуіміз керек. Әрине, Шығыс Түркістан бір мемлекет құрылмады. Шағын ойғырлар жағынан болды, анау болды, мынау болды, өздеріңіз білесіздер. Бірақ кейін бейбітшілік орнатылған Осман батырдың арманы еді бүкіл қазіргі Шинжаң өлкесіне Шығыс Түркістан Республикасы құру, соның байрағын тігу еді. Бірақ амал қанша болмай қалды. Өздеріңіз білесіздер, Гоминдаң тұсында Қытай Республикасының Америка құрама штаттары байланыстары болған. Уақыттағы астанасы, орталығы қазір Нанжин деді, уақытта Нанкин деп, халықаралық тілде Нанкин, Пекин сөйтіп айтылушы еді. Синкяң делінуші еді. Кейін бартында Шинжаң деп атала бастады, Бейжіңді, қазіргі мына Бейкин тілмен айтыла бастады. Уақытта қай тіл екенін білмей бәрі Нанкин мына соқ секілді. Үрімжіде Американ консулы бар еді. Әрине, Американ консулында жере құрда мақсат бар. Өйткені, әгер ол елде расында да бір тәуелсіз Шығыс Түркістан Республикасы құрыла білгенде арман қанша. Олардың мақсат ана Совет одағын аңду еді. Әрине мүдделі. Дүниеде әр нәрсе екі жақты мүдде. Сыңар жақты ешкім жақсылық жасамайды.
Семьяда да солай. Зайыптардың арасындағы байланыста да мүдделі, бала шағаңызбен мүдделі болу, бірақ мүдделінің бір шегі болу керек. Арам пиғылдылық болмау керек, адалдық болу керек. Адалдық мүдде болды ма, оған Алла Тағала көмектеседі. Міне, өткенде бір текшілер табырлар айтып жатқан, ой, ойғыр анау төбет бар, біз олар тағдырлар емеспіз. Қалай тағдырлас емеспіз? Бәрін басып алған Қытай. Атам қазақ айтады, ақ ит, қара ит бәрі бір ит. Соғыс секілді. Ақ Қытай, қызыл Қытай, бәрібір Қытай. Ақ орыс, қара орыс, бәрібір орыс. Империя бұлар. Жұта береді, тоймайды. Бірақ иншалла асқанға тосқан деді. Алла Тағала бір асқанға тосқан жасады. Мен Совет одағы тарқалды кетті. Енді иншалла бір күн мына келеді. Түркте тағы бір мәтел бар. Өлімі таяған ит дейді, мешіттің мұнарасына барып сиет дейді. Міне, бұл қазір істеп отырған менше осы соңғы жақсылық апарар. Әрине құрбан беріледі. Міне, айтып отырмын ғой, қазіргі жастар, қазіргі болған бұл 70-ші, 80-ші, 90-ші жылдар бұлар коммунизм не екенін біле алмайды. Міне, Алла Тағала бүгін өз көздерімен көрсетіп отыр. Қазақстан тәуелсіз болды, 25 жылда есігін ашып қойды. Саналы адамдар келді бүгін, міне, өздері қиналса бала шағаның ұрпағын құтқарды. Сол бала шағаның арқасында олардың да қазір төбелер көкке жетіп отыр, міне. Мақтал. Бірақ біздің ана жақтағылар екеуі бала шаға әкеліп қойып, міне, жүрді мүдде. Ой, ана жақтағы анауың болмаса, мына екі беткейлік саясат жүрді. Не болады соңында? Екі беткейліктің де бір, міне, мұнафықтың да бір жазасы бар. Алла Тағала одан кейін, міне, төбеттен бастады, ойғырға келді, міне, қазақ, қырғыз бәрі, мына жақта жатқан ішкі Монғолиядағы монғолдарға да ауыз салып отыр. Бірақ заман қанша бәрі мүдделі, ешкім айғай-шуын ешкім қарап жатқан жоқ. Бірақ бұны тек Қазақстан ғана деп ойламау керек. Бұны халықаралық кезге, бұл адам құқықтары топтары бар. Өткенде Мәриям қарындасым айтып кетті, бұл дүниеде институттар бар, ұйымдар бар. Әрбір елдің, мәйлі дамыған елдің болсын, дамып келе жатқан дамыған мешеу елдер болсын, солардың экономикалық жағдайы даму процесі қалай? Барлық сол адам құқықтарына жағдайына байланысты. Адам құқықтары Америкада да бұзылады, біздің отырған Германияда да бұзылады. Бірақ сонымен ескертетін топтар бар. Ал бір ел бірімен келісім жасаған уақытта, әсіресе дамыған елдердің, немесе мешеу елдердің, коммунистік елдердің, диктатор елдер өздерін басқа елмен жасаған уақытта, алдымен адам құқықтары мәселесі келеді. Оның жады міне іргеде отырған Қазақстан, Қытайдың да мүддесі бар, энергияға өлгей отыр, өзінде жоқ. Міне, Қазақ Шинжаңдағы, Шығыс Түркістандағыларды бітіріп қойып, жаққа ауыз салғай отыр. Міне, шарт келісім жасалған уақытта, міне осылар болады. Я болмаса адам құқықтары бұзылған уақытта айтады, ей, пәленше бай, сендер анамен келісім жасап, мына жақта адам құқықтары тарып отырдар, мына құлан біраз бұраңдар, қолдарында инструмент бар дейді, мүмкіншіліктерің бар. Келісімге өзгеріс енгіз дейді. Соқ секілді нәрселер. Бұл енді саясатшылар, мамандар нәрсеме. Мен өзім журналистика болғаннан кейін 18 жыл мен жұмыс істегеннен бұл менде қалған тәжірибе. Бірақ мен сіздерге айтайын, бұл радио жабылғаннан кейін мен бала шағам Түркия апарып, орналастырып, мен Қазақстанға бармақшы едім. Қазақстанда бір өзіме жарайтын бір жұмыс іздемек ниетім бар еді. Бірақ оған мүмкіншілік болмады. Bir аурушы алдып, тағы соғыс көз 20 жылдан тағы бір көзіме аурушы операция болып, кейін онартан басқа аурулар қосылғаннан кейін мені 2002 жылы немістер сіздің денсаулығыңыз бұзылыпты, біз сізді жөндей алмадық, түзете алмадық, пенсияға шығыңыз, мен пенсияға шығарып жіберді. Пенсияға шыққаннан кейін бүкіл нәрсем өзгерді, денсаулық мәселесі келген осы жерде емделіп, осы жерден жүріп жүрміз. Бірақ ауру кетсе де әдет кетпейді деді. Міне журналистік әдетіміз, қарап отырамыз, оқып отырамыз, анда-санда жын ұстап қалып, түртіп қаламыз, айтып қаламыз, жазып қаламыз. Бұл баруымды қазір мен қызған сейін менің аурум әдетім үдеп келе жатыр. Енді өзімді қазір мен енді өзімді біраз тежейін. Қазақтарға айтатыны, қазақтың кейбір нәрсе тарихында айқап бөлдікін тағы бір айқаптар ұшырап қалмайық, саналы болайық, сезімді болайық. Байбалаң уышумен ішпер бітпейді, ақылбен жұмыс бітеді. Міне өткенде біздің мына алаш азаматтарының, оқымысыз жігіттердің баспасөз конференциясы арқылы міне Қазақстан басшыларына олар дүниеге танытқан міне. Стелетіс осы міне. Азаттық радиосы міне қазір оның бұрынғы статусы жоқ. Ол қазір басқаша. Қазір бұл статуста тұрған ана Азат Азия радиосы. Ол жерде Қытай тілі бар, Ойғыр тілі бар, басқа да тілі бар. Міне солардың жазып сызғандарын аласыздар, жазасыздар, қазақша тілге, орысша аударасыздар да Қазақстанның құзырлы органдарына жібересіздер, бұнымен баттар адам құқықтарына жібересіздер.
Ал Қазақстан азамат болған адамдардың басында бір күн туа қалсана Қазақстан үкіметі ие шығады. Ал екі ортада бұл не деп еді, ифтирқын алып беріп жүрген біздің тағы мына өзіміздің Шинжаңдық қазақтар, Шығыс Түркістандық қазақтар бар. Қытай азаматы шыға алмай мүдде өйткені дүние бар ана жақта, қызыл түлкі қызарып тұрған, ақша бар, кіреді, байланып қалған. Не болады деп жүреді. Бұлардың басында бір тұрса да, олардың да жазатын Қазақстан бір орны бар. Бұл да қазір соңғы уақытта өзінің статусын өзгертіп, қайта құруға жатқызып тіріліп келе жатқан, Алматыдан Қазақстанға апарып көшірілген дүниежүзілік қауымдастық, міне. Соған жазылу керек. Соның жұмысы сол. Бұдан кейін жазылар арыз шағым болса, мына Қазақстан азаматтан алынмаған Шинжаңдық қазақтар, әсіресе қиыншылық көріп отырған, солар сол қауымдастыққа жазсын. Одан кейін олар тиісті шараларын өздері біледі. Мен айтарым осы, саналы болайық, тәуелсіздіктің қадір қымметін білейік. Алла Тағала міне қанша ғасыр деген тәуелсіздікті берді. Бірақ енді осыны жоғалтпамыз, бұны мәңгілік сақтауымыз керек. Өткенде біреулер шығып, мәңгілік деген сөзді. Бұл енді әрине мәңгілік деген сөз қиямет қайымға дейін деген сөз. Енді біздің елбасымыз, мен Қазақстанның тәуелсіздігін 100 жылдық, 1000 жылдық айтамын, айтпайды. Әрине мәңгілік деп айтады. Иманы бар адам, мұсылман болған адам мәңгі деген сөздің екінші мағынасын білу керек. Бұл қиямет қайымға дейін деген сөз. Бұл дүние біткенге дейін. Алла Тағалам сол қиямет қайымға дейін азамыздың үнін өшіртпесін, İslam dinin bayrağı üstten bolsun, Қазақстанның көк байрағы мәңгілік желбіреп тұрсын.